Сәлем құрметті оқушым. Құттықтаймын. Сен алғаш 3-ші сыныпта ағылшынды бастағалы отырсың. Мінекей, біз 3-ші сыныптың Family and Friends 1 деген кітаптың алғашқы сабағын бастаймыз. Ендеше сразу сабаққа кірісейік, я? Кітабыңның 4-ші бетін ашамыз. Open your books, page number 4. Окей? Ең алғашқы рет біз бұл жерде кітабымыздағы кейіпкерлермен таныса отырайық. Менімен бірге артынан қайталап оқып отыр. Қалып қалма. Роси, Тим, Билли, Мисс Джонс. Осыларды жаттап ал. Ендігі саған бұл бірінші сабақта. Негізі сен 3-ші сыныпта әлі оқып білмейсің, алфавит әлі үйренбедің. Мен саған қазір толықтай ағылшын тілінде оқытып үйрете алмаймын, уақыт тығыздығына байланысты. Ол бөлек сабақ, мүлдем бөлек сабақ, оқып үйрену сабағы, жүре ма? Егер де оқып үйренемсің, ол бөлек курс. Енді біз, бірақ бәрібір де бізге мәтін беріп тұр. Бұл мәтінді оқуымыз керек. Ендеше барынша менімен бірге оқуға тырыс. Экранға назар аудар. Бастайық. Let's start. Hello. W деген әріп U болып кетеді. Мынау оқылмайды. What's your name? My name's Rosie. And my name's Tim. İkinci söylet. Hello class. My name's Miss Jones. Oh, мен сызып отырған әріптер ол оқылмай қалады деген сөз. Жүре ма? Who's this? Мынандай екі әріп көрсең, қосылып тұрған. This дегендегі сияқты. Онда ол бізде сақаузы немесе с болып оқылып кетеді. Сақаузы деп отырғанымыз екі тістің ортасына тілдің ұшын қоямыз да, з немесе с деп айтамыз. The, this, с деген сияқты. This, бұл жағдайда this деп оқисың. Келесі 3-ші мәтін. Сурет, 3-ші сурет. His, my cousin Billy. Hi Billy. How U болып келеді, я? Old are you? Балақай, сөздің соңында жаңағыдай are деген сияқты мынандай и әрпі келетін болса, ол оқылмай қалады. Жалпы кез келген сөздің соңында и әрпі келсе, ол оқылмай қалады. Түсінікті ғой, я? Келесі. I'm too. Тағы да у болып тұр. I'm sorry. Мына жерде бізде и әрпі келіп тұр, ол оқылмайды. Сонда мына жерде come on, Billy. Goodbye. Мінекей, менімен бірге мәтінді оқып шықтық. Келесі. Мына жерде бізде не істеп жатыр? Танысып жатырмыз. Қазір танысып үйренетін боламыз. Әрине, бірінші танысқан кезде біз амандасуымыз керек. Hello. What's your name? Яғни сенің атың кім?
My name is Alfiya. What's your name? Мен сияқты қайталап айт. My name is Айзере. My name is Дулат. My name is Ақжол деген сияқты. Қайтадан. Hello. What's your name? My name is Alfiya. Жарай ма? Мінекей осы сөзді жаттап алу керек. Тағы да бір қайталап жүрейік. Hello, my name is Alfiya. What's your name? Ендігі жерде hello әнін әндетейік. Кішкене произношениеміз, тілімізді дамытып, жарай ма? Сөйлеуімізді дамытып дегендей. Мен қазір оқып берем. Сен қай әріп қалай оқылып жатыр, тыңдап отырып, менімен бірге оқып ал. Содан кейін бірге әндететін боламыз. Тақырыбы hello, hello. Hello, hello. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Бағана мен айтқанмен мынандай екі әріп сақау с болады. Мына жерде сол бізде с болып тұр. Thank you. Hello, hello. What's your name? My name's... Осы жерге өзіміздің атымызды айтамыз. Менікі Альфия. That's my name. Goodbye, goodbye. Goodbye to you. Ал ендігі осы әнді әндете ғой. Бірге әндетіп, тіліңді жаттықтыр. Listening 4. Listen and sing your name. Hello, hello. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Hello, hello. What's your name?